баспасөз мәслихатын өткізіп, сіздерге тағы да түсіндіргіміз келіп отыр. Мынау жердің сұрағы ушығып келе жатыр. Оның ушығып келе жатқаны, мынау футбол ойнап, сенат мәжіліске теуіп жатыр, оны мәжіліс алдыдағы президентке теуіп жатыр. Сондықтан нақты нүкте қойылған жоқ. Нақты нүкте қойылады сол күні, егер заңда жазылатын болса, қысқа ғана жер қазақтікі, жер сатылмайды, жер жалға беріледі, бірақ оны жалға алатындар Қазақстанның азаматтары. Енді жалға беретін жерлерді үлкен нүктелерменен шешу керек. Біз білеміз, жерді сатамыз деп заңды 2003 жылы қабылдады. Парламент, президент қол қойды. Содан кейін жерменен ойына келгендерін жасады. Көптеген латифундистер, олигархтар, жағымпаздар, хайракерлер, алдауыштар көптеген қазақтың жерін алып алды. Бүгінгі кейін сол жерді еміп, сорып, халықтың бәрін қуғындап, мал бағатын жері жоқ, шөп шабатын жері жоқ, егін егетін жері жоқ, сол латифундистердің астында қалды. Бұлай болмайды. Біздің ер мен жер қозғалысының нақты пікірі ол бұлай. Біз оны ақырына шейін жеткіземіз. Неге десеңіз, бізді халық қолдап отыр. Бұл халыққа керек сұрақ. Латифундистерден жерді қайтарып алу керек. Заңға тоқтату қою керек. 10 мың гектардан артық болмасын, бірақ жалға 5 жыл қалсын, жыл сайын ол жерлердің бәрі тексерілу керек. Ол латифундист жерменен не істеп жатыр? Тыңайтқыш беріп жатыр ма? Жердің құнын көтеріп жатыр ма? Көтермей жатыр ма? Соның барлықтерін егжей-тегжейін тексеру керек. Бұл жерде менің сұрайтыным, қайда біздің белсенділер, қайда біздің ұлтжандылар? Ояныңдар, тұрыңдар, көмектесіңдер бір-біріне. Жерді қайтарайық халыққа. Халықтың игіне жұмсайық, игілігіне. Халықтың болашағына жұмсайық жерді. Сол кезде ұлт болып дамимыз. Ал енді бүгінгі күндей отыратын болсақ, текетіреспенен ешқандай даму болмайды. Билік естіп отыр бұны. Билік енді қайлалап, жаңағы футболын ойнап, басынан бастап, ылғи 99% сатқындардан жер комиссиясы құрды. Ол жер комиссиясы не істеді? Ештеңе істеген жоқ. Бірнеше жиналыстарын өткізді. Оның ішінен сатқынның арасынан үлкен сатқындар шықты. Әнеуір бір жас жігіттің фамилиясын мен білмеймін. Өзін-өзі Шопан ата деп қойды. Ол айтады, жерді сату керек дейді. Бірақ өзіміздің азаматтарға. Өзіміздің азаматтарға саттың не, шетелдің азаматына саттың не, ол бірдей ғой. Жерді сен сатып аласың. Сен бүгін шибөрінің рөлін ойнап отырсың. Шопан атамын деп. Ол жерді содан кейін қымбатырақ баға біреу берсе, аласың да сатып жүресің. Неге десең, сен сатып алдың. Ол сенің жеке меншігің. Қою керек қой осындай ойында. Ана жерде тағы да жүр. Тайжанның тобы. Космомониторинг дейді. Қандай космомониторинг? Қалай космостан сен білесің, ол жер кімдікі? Кім оны игеріп жатыр? Кім ол жермен жұмыс істеп жатыр? Оның барлықтары өтірік, спектакль. Сондықтан осыны қою керек қой.
Қалқым-ау, енді білсеңдерші, кімнің жаны ашып жатыр? Жерге, халыққа, ал кім спектакльде роль ойнап жүр? Сатқындардың рөлін. Соны айыра білу керек. Ендігі айтатыным мен, өздеріңіз қараңыздар, заң қабылданды мемлекет бойынша. 10 сотық әр азаматқа жер бөліп беру керек деген. Бүгін 4 миллионға жақын, кейбіреулер шөң дейді, 3,5 дейді, қазақтар жерсіз арыздарын беріп, әр есікте, әр босағада жер сұрап жүр. Ешкім шешпейді. Мінекей осы сұрақпенен біз айналсамыз, шешкіземіз билікке, билік оны міндетті түрде шешу керек. Ол неге десеңіз, билікке халыққа да ертең пайда келеді. 10 сотыққа үйін салады, 10 сотыққа айналасында егер оңтүстік болатын болса, жидек жемісін егеді, солтүстік болатын болса, үлкен-үлкен ағаштарды егеді. Ал ендігі сұрақ, мына орман шаруашылығын жалға береміз 25 жылға, содан кейін шетелден керекті арабтар ағаш егіп береді. Қытайлар ағаш егіп береді. Не үшін егеді? Не үшін егеді? Одан Қытай не пайда табады? Бір ағаштың мынау өнімі 70 жыл өсу керек ол. Егер ол ағашты мебельге пайдаланатын болса, құрылысқа пайдаланатын болса, 70 жыл тосу керек. Сонда 70 жыл тосамын, 25 жылға жалғалап, содан кейін 70 жыл тосам. Менің ағашым қай уақыт өседі, сосын кейін мына ағашты мен кесіп сатамын дейді. Ал екінші вариант, қазақтың жерін гүлдендіріп берейік дейді. Сақсауыл өсетін жерге сақсауыл, аққайың өсетін жерге аққайың егеміз, сендер айтсаңдар болды, біз қазір ақшамызды құямыз, өсіріп береміз дейді. Бұл енді өтірік қой. Бұл көзбояушылық қой. Соны анау комиссияда отырған коррупционерлер түсінбей ме екен? Анау Терещенкосы бар, Лагины бар, тағы да басқалары бар. Түсіну керек қой. Неге ұлтты мазақтайды олар? Мазақ, сайқы мазаққа айналып жатыр ғой біздің ұлтты. Неге түсінбейді? Содан кейін мораторий дейді. Не деген мораторий надо бітпейді? Бір рет мораторий болды ғой. Енді нүктені қою керек қой. Жерменен халық жұмыс істеу керек қой. Жерді игеру керек қой. Игергеннен кейін соның нәтижесін көру керек қой. Тағы да аяғынан іліп қойын деп отыр, жердің сұрағын 5 жылға. Қою керек қой оны. Тоқтату керек қой. Сондықтан бүгін біздің мәслихатымызға жиналып отырған азаматтар өзінің пікірін айтады деп ойлаймын. Мен енді бұның барлықтарын басын бастап айтып бердім. Ал енді анық қанығын Дан газетіне интервью беремін, міндетті түрде басқа YouTube каналдарға интервью беремін. Шындықты ашамыз, шындықты жариялаймыз. Ол билік әйнеңнен секіріп кетсе дағы. Сондықтан халқым бізді қолдандар, бірге болайық, бірге күресейік, бірге шешейік. Қалдыр екен. Біздің елде жұртқа мәлім ғой, алдымен саясат белгіленеді, содан сол саясатқа лайықталып заңдар жасалады. Жер ол үлкен саясат, жер мәселесі үшін. Бұл тіпті осыдан 100 жыл бұрында қозғалған Әлихан бабаларымыздың үстіндегі. Ол кезде де мына жерді жекеменшікке беруге болмайды. Қазақ өзі игеретіндей техниканы меңгеріп, жан-жақты жетілген жағдайда ғана ойластыру керек деген. Ал енді бүгінгі жағдайда техника бар, басқасы бар, дамыдық, жетілдік, жер жекеменшікке береміз, өйткені нарықтық қатынастарға соның айналымға түсу керек. Онсыз болмайды деген саясатты шығарды. Бұл шынымен де солай ма? Әлемдегі ірі елдердің бәрі жер жекеменшікке айналдырған жоқ. Олар Қазақстандағы сияқты социализмді бастан кешірген жоқ. Ол мемлекеттердің дамуынан бөлек. Сондықтан ол біраз елдерде жер жекеменшіктің қарауында жер жекеменшікке өтсе жақсы күтімде болады, тиімді пайдаланылады. Ол жерді
кепілдікке қойып несие алуға болады. Содан ол жерден жұмыс істейтін инвестиция әкеп салатындарға жол ашылады деген сияқты неше түрлі дәлелдерді көтеріп тартады. Бүгінгі қазіргі мына Назарбаев Тоқаевтың жері. Ал онсында жерден өнім алып келді ата-бабаларымыз. Малын жайды, егін екті деген сияқты. Кейінгі кеңестік дәуірде де жер мемлекеттің меншігінде болды. Ешкімнің жеке меншігінде, елінде жер болған жоқ. Бүгінгі Қытайды алып қараңыз, Израильді алып қараңыз, Индияны алып қараңыз. Канадада негізінің басым бөлігі жерге меншік, мемлекеттің меншігі. Сондықтан бір жақты қарауға тек қана осының нарықтық сипатқа қолайлы осылай жасасақ, жаңағыдай жоғарыда айтқандай жер гүлденіп кетеді бекер. Қазақстанның өзінің мысалын көріп отырсыздар. Қазақстанда қазір тозып кеткен жерлер көп. Ол тозып кеткен жерлер жаңағы мемлекеттің меншігі болғандығынан емес, жекеге алып тоздырып жатқандар бар. Жерді пайдаланбаса, екпесе, суармаса, күтпесе жер әрине тозады. Табиғи эрозияға ұшырайды тағы басқа. Олар жерді кімдер алып жатыр? Жерді ие болу үшін жақсы болады дейді. Есі кім? Есі әкем айтқан латифундистер. Мыңдаған, жүздеген мың, тіпті миллион гектар жері барлары бар. 1,5 миллион гектар. Олар сол жердің бәрін қанша бай болса да асып жатса да игере алмайды. Олардың өткені табыс көзі басқа жақта жатыр. Мемлекетті тонап, ұрлап, жымқырып, осындай жекешелендіріп алу арқылы. Олар завод фабрикаларда, кәсіпорындарда, ғимараттарда, тағы басқаларды ғана жекешелендіріп алған. Енді сол қомағайлықпен барып жерге ауыстырып отыр. Заң жасалған кезінде билік парламентте, сенатта бір-біріне қарама-қайшы келіп отыр. Неге? Өйткені бұлар құйтырқы жолмен қалайда меншікті, жерге жеке меншіктікті. Сол заңды өткізу керек. Осы саясат ұстану керек. Соңына дейін жеткізу керек. Сол үшін әртүрлі жолдарға барып отыр. Құйтырқылыққа, қорлыққа салып отыр. Естеріңізде олар 16 жылдар жер шетелдіктерге сатылмасын, жалға берілмесін деген кезде шекаралы аудандарда жерлер сатылмайды, жалға берілмейді деп ботара қойды. Шекаралы аудандарда. Ар жағында сонда өзінің өз түсінікті. Ол жерге ғана тыйым салынады екен, соған қазақ ауданып қоя салады екен. Ал қалған жерлерде демек бере беруге болады. Сол сияқты бір әйтеуір тесік тауып, сол тесікке жасырып қойып, ертең соны ары қарай іске асыру. Неге бүгінгі билік жерді сатуға, жеке меншікке айландыруға мүдделі? Жерді сату деген әңгіме болмайды. Егер жерге деген меншік тек қана мемлекеттік меншік болса, қоғамның бақылауындағы дегенде қосу керек. Өйткені мемлекеттің өзі саудагер, мемлекетті басқарып отырғанда. Оларға сенуге болмайды, олар мемлекеттің жеріне сатып жіберуі мүмкін дейді. Сондықтан жер мемлекеттің меншігі болуы керек, қоғамның бақылауында, халықтың бақылауында, халықтың қарауында. Бұл енді шын мәніндегі парламенттік билік болған жағдай деген ол жүзеге асады. Әлгі қоғамның бақылауы дегенде қазіргі мына президент әкімшілігінің құрып жасап жүрген 80 серілердің, комиссиялардың, болмаса ұлттық кеңес дейтін бақылау емес. Ол шын мәніндегі парламент халықтың таза дауыс беруімен, адал жолмен сайланған шынайы депутаттар, халық өкілдері. Демек, парламенттің қадағалауында болу керек қатаң түрде жер мәселесі. Үкімет жерді пайдалану заңын қайта қарастыру керек те, соны үшін істеу керек. Меншік, жеке меншік болмаған кейін оны ешкім сата алмайды. Жалға бергеннен кейін ол жалға ары қарай тағы да мердігерлер, жалдаушылар шығады. Ондай да болмасын. Жерді жалға берудің өзінде дұрыс емес. Жалақысын төлеу керек. Жалға алғаннан кейін ол көптеп несіне қарамайды. Мүмкіндігіне, шамасына қарамайды. Бұл енді қазіргі жағдайда Бәкен екеуміз өткен жолы дат газетінде осы ойларды
нақтылап дәлелдеп келтірдік. Ондағы негізгі принцип жер жеке меншікте болмауы мүлдем. Жер тек қана мемлекеттік меншікте, қоғамның халықтың қадағалауында болу керек. Сонда жер сату мәселесінен өзінің шығады. Жер сатылмайтын болғандықтан одан пайда іздейтін әкімдер, пайда іздейтін жер мекемесіндегілер, не болмаса алып сатарлар, бүгін мына жерде мынандай бағаға, ертең басқа бағаға өзгертіп қымбаттатып жүрген алып сатарлар көбейді. Солардың бәрі далада қалады. Олардың бәрі табыс болмағаннан кейін жерді сату мәселесімен шұғылданбайды. Керексіз нәрсе болады. Ал жерді сату деген ол тек қана ішкі ғана мүмкіндік емес. Іштегі алып біріне бірі сату пайдалану. Мен болса жаңағы жерді алып, мен бұра менің меншігім деп орғазып тастап, оған сол өзінің ауылдастарының малдары құлап, балдары құлап, мертігіп, тағы басқа зиян шегіп жатқан жағдайлар бар. Оны кез келген Қазақстанның аймағынан ондай мысалдар толып жатыр. Сондай-ақ жеке меншікке жердің иесі жеке меншікке алғаннан кейін ол жерге ешкімді жолатпайды. Оның ар жағында жердің иесі өту үшін оған бірдеңе төлеу керек, не болмаса алыс жолмен кету керек. Мына Ассы жайлауына шыға алмай отыр. Болат Назарбаевтар, қазақмыстар жерді алып алыпты. Солардан жайлауға шығатын адамдар өте алмайды. Рұқсатын бермесе шлагбаумын ашпайды. Малын айдап өтпейді. Малын айдап өтсе сендер шаңдаттыңдар, жерді толтырдыңдар деп, тағы да солардың жаңағыларға малын алып қап, не болмаса ақшасын алып қап, сол жерде жүргендер. Қиянат көрсетеді. Меншіктің иесі болғаннан кейін құл астамшылыққа барады. Ол қожа. Өйткені ол сөнген адамдарды батырақ қылып жұмсайды, жалдайды. Адамдарды ұрлап алып кетіп барып, сол жерде басыбайлы шаруа сияқты баяғы жұмыс істетеді. Бұл кері кету. Ол жаңағы адамгершіліктен кету. Адамдардың арасындағы қарым-қатынасты бұзу. Жерді ол тиімді пайдалану емес. Бұның сондай да зияны бар екенін ойлайды. Адами тұрғыдан, саяси тұрғыдан, адамгершілік жағынан алғанда, тек қана экономикалық жағынан қарап қоймайды. Сондай-ақ меншіктің иесі болғаннан кейін ол өзі біледі, жерді қалай пайдаланады. Оған жаңағы қатаң қадағалау жасау, сондай бір талап қою ол мүмкін болмайды. Ең басты қауіп бүткіл қазақтардың түсініп отырған, осы заңға қарсы болып отырған себебі ол жер жеке меншік болса шетелдіктердің қолына өтіп кетеді деген қауіп. Бұл өте орынды қауіп. Жерді сатып алатын, жерді игерсем пайдалансам деген қазақтардың өзі жер сатып алмақ тұрмақ күнін әрін көріп жүр. Олар қайтып жерді сатып алады. Сондықтан да жерді сату дұрыс емес. Ал жерді алған адам ертең оны меншіктің иесі болғаннан кейін кімге сатса да өзі біледі. Оған шектеу қоймайды. Ол бір жалған документпен Қазақстан азаматтығын алған шетелдік бола ма, басқа бола ма. Тіпті тағы да бір қауіп. Кез келген шетелде Қазақстанға келгеннен кейін ол Ресей Федерациясының азаматы болсын, не болмаса ол Өзбекстандікі болсын, не болмаса ол Қытай Халық Республикасынан келген адам болсын. Олар жаңа келген кәсіпорындармен, тағы басқалармен, не болмаса осы жақта бірлескен кәсіпорындар көп, соларға жұмыс істеу арқылы Қазақстанда 5 жылдан артық уақыт тұра алады. 5 жыл тұрған, Қазақстанда 5 жыл тұрақты тұрған кез келген шетелдік азаматтарға Қазақстанның азаматтығы беріледі. Егер Қазақстанның азаматшасына үйленсе, онда 3 жылдың ішінде Қазақстанның азаматтығы беріледі. Демек, Қытай келген 5-6 жыл жұмыс істеді, азаматтықты алды, ол да жер сатып алады. Ал ондай келетін біреу емес, сан мың Қытай. Және Қытай мемлекетінің саясаты өзінің ішіндегі сыймай отырған артық ауыздарды нан жейтін, жұмыс таппай жүрген бос қолдарды шетке жібереді. Соған көмектеседі, жәрдемдеседі, қаражатын береді Қытай компаниялары. Ал олар келеді де Қазақстан азаматтығын алғаннан кейін, сол жердің сатып алғаннан кейін, жеке меншікке айналдырып алғаннан кейін иесі кім болады? Қаптаған Қытай болады. Не болмаса солтүстік облысты алып қарайық.
ертең олар орыстар тағы басқалар отырады, орыстан кеткен қазақтардың өзі. Мынау жер біздің меншігіміз, иесіміз. Біз міне Россияның азаматтығын алдық. Оны Путин қос азаматтық беру заңы Қазақстанда бар екен деп қарамайды, Украинадағыдай паспорттарды таратады, бытырлатып. Соны алып алғандардың бірі айтады, біз Россияның азаматымыз, жер біздікі, біз мына Қазақстан Республикасында өмір сүргіміз келмейді, бұл мемлекеттің заңдары, не болмаса басқалары билігі қолайсыз. Бізді Ресей Федерациясына осы жерімізбен қосып, халқымызбен, үй-жайымызбен алуды сұраймыз. Деуден тайынбайды. Өйткені шовинизм әлі өшкен жоқ, қайта өшіп бара жатыр. Демек, бұл қандай да бір болмасын, жерге жеке меншікті орнату, ол болашақтағы сепаратизмнің асқынуына, соның соңы территориялық Қазақстанның бөлінуіне, бөлшектелуіне, тұтастығынан айырылуына, тәуелсіздігінен айырылуына, мемлекеттілігін жоғалтуға апарып соғады. Ең үлкен қатер, ең үлкен қауіп осы. Сондықтан да осыны түсінген әрбір Қазақстанның патриот азаматтары мына жер мәселесі жөнінде қайта-қайта дауыл қағып, пикет жасап, митингке қатысып, әлеуметтік желілерде пікір айтып, дауыл қағып, алаңдаушылық білдіріп жатқан Қазақстанның әрбір азаматтың қарсылығы, наразылығы соны түсінгендігіне бүгінгі билікті өзінің есерсоқ ойларын жүзеге асыруға жібермей отыр. Шегіндіріп отыр. 2016 жыл бір рет шегінді. Одан кейін тағы да шегінгендей болды. 5 жыл мораторий жасап, арбек берді. Енді бүгінгі күні мораторийдің уақыты біткеннен кейін заң жұмыс істеу керек деп, бұның өзінде осындай құйтырқылыққа салып отыр. Бұл жерде де қайта-қайта шегініс жасап отыр. Бұл халықтың саналылығының, патриотизмнің жеңісі. Бірақ бұл күлікті түбегейлі жеңіс емес. Оны алға қарай жалғастыру керек. Бүгінгі парламент қазір қандай заң қабылдайтынын сеніп айтуға, алақайлауға, бөрік таспанға қоруға болмайды. Бұлар мәкем мынандай заң қабылдады. Ертең сол заңның өзінде бір жерде шикілік қалдыру мүмкін. Жаңа орман ағаштарын өсіріп, сөйтіп жайқалтып жібереді, сондай жерлерді беру керек. Аралдың төң беру керек, тағы басқа, құмды тоқтату керек деген сияқты пәлсапаларды айтып, сол жөнсіз саясатты қолдап жүргендер. Парламентте отырған, беттері былшиған, жылтыраған, ұлтын сат сүйерге даяр депутат сымақтар. Оларға сенуге болмайды, үкіметке сенуге болмайды. Бұл заң қалай қабылданады? Оны тағы көре жатармыз. Бірақ біздің негізгі түпкі бағытымыз ол жер мүлдем жекеменшікке берілмеу керек. Өйткені қоғамды мемлекетті сатқындар жайлаған, саудагерлер отыр, жемқорлық жайлаған. Ондай қоғамда жерді жекеменшікке беру өте қауіпті. Ол жаңағы біз ескертіп айтып отырған протесттің тездеп жетуіне, яғни жерді жекеменшікке шетелдіктердің иемденіп кетуіне соған негіз болады. Сондықтан біз негізгі алдағы екінші кезектегі мәселе ретінде жер тек қана мемлекеттің меншігінде халықтың қадағалауында болу керек деген саясатты талапты іске асыруымыз керек. Жерге жекеменшікті мүлдем алып тастау керек. Бұл негізгі заңнан да, Қазақстанның конституциясынан да, одан кейін жерге қатысты қабылданатын заңдарда. Жерге ешбір жекеменшік болмау керек. Бұл үзілді, кесілді талап ететін нәрсеміз. Сонда біз жер шетелдіктерге сатылмасын, жер жаңағы ешкімге сатылмасын, жер шетелдіктерге жалға берілмесін деген ұранды айтып қана қоймаймыз. Тіпті жаңағындай заң қабылданатын болса, ондай ұран көтерудің ешқандай қажеті болмайды. Өйткені қауіп-қатер тек сонда ғана сейілді. Бұл 1993 жылы қабылданған конституцияны 1995 жылы өзгертті. Тек жерге де қатысты емес, бұл президентке де қатысты, бұл сайлауларға қатысты, бұл партияларға қатысты көрсетілген нәрселердің бәрін өзгерту керек. Демек, жиынтықтап айтатын болсақ, тоқетері конституциялық реформа жасау керек. Күн тәртібінде осыны қою керек. Сонда ғана біз жерді сақтай аламыз, қоғамды өзгерте аламыз, сонда ғана біз
таза халықтық билік жүйесін құра аламыз. Ал халықтық билік жүйесі шынайы болмайынша ол жер мәселесі саудаға түсе береді. Мына жердің иелері кімдер қазір? Бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе осы. Бұған мына саяси партия құрғалы жүргендер, мейлі ДВК болсын, мейлі ДПК болсын, мейлі желтоқсандықтар болсын, не болмаса тағы басқалар болсын, не болмаса осы өзіміздің елмен жер қозғалысы болсын. Бірінші кезекте жабыла жүріп анықтайтын мәселе меніңше, ол мына жерді иеленіп алғандар кімдер? Соларды анықтау керек. Лоббистер кімдер? Оны ашпай отыр. Лоббистер сол латифундистердің, былайша айтқанда қолына соғыштар, солардың қызметшілері, солардың мүддесін іске асырушылар. Ал оларды анықтамай, олардан жерді қайтартып алмай, ол осы нәрсе ары жалғаса береді. Өйткені олар алпауыттар, қалталылар, ықпалды адамдар. Ол бәлкім Назарбаевтың өзі, ол бәлкім Мәсімов, ол бәлкім Есімов, ол тағы да арғай жалғасып кете береді. Назарбаевтың Көрінбай Жөрінбай тағы басқа төңірегінде жүрген. Міне соларды анықтап, солардан жерді қайтартуды талап ету керек. Шек қазіргі мына заңның өзінде шек қою керек. Жаңағы біздің қойып отырған талабымызды жерге жекеменшік жою, ол дәл қазіргі жағдайда қолға алып іске асыра қою өте қиын. Өйткені заң керек жерді пайдалану үшін, жұмыс істеу үшін деген сылтау айтады. Өйткені биліктің оған бейілі жоқ. Халықта әлі соны жете түсініп болған жоқ. Бірақ осыған біз бәрібір келеміз. Ол екінші кезектегі, екінші толқындағы күрестің жалғасы болды. Мынау жердің алпауыттардың иелерін анықтамайынша, ол біз осы қайтадан жалғаспасына ешқандай кепілдік бере алмаймыз. Сосын қазіргі ауыл шаруашылығы министрі тағы басқалар айтып отыр. 2022-25 жылдарға дейін жалға алған шетелдіктер сол мерзім біткен кезде 22 жылдан бастап 25 жылға дейінгі аралықта әрқайсысы әртүрлі жылдарға солай ғой, жерді қайтарып береді. Алдап отыр. Кімді алдағысы келеді? Сол қазіргі енді барлық қоғамдық ұйымдар, патриот азаматтар әр аймақтағы осыны анықтауымыз керек. Қай шетелдік компания, не болмаса бірлескен компания, қай жерді игеріп отыр, келісімшарттар қалай жасалған, және сол жерді қалай пайдаланып отыр. Олар ертең, мысалы Қытайлар болатын, мысалы шорыс пайдаланып отыр, ол жерді ертең улап, дастархан шығарып, іске жарамсыз етіп, тастап кетуі мүмкін. Сондықтан оған қазірден қадағалау орнату керек. Ол және бір күндік қадағалау емес, сол жердегі жергілікті азаматтардан осы жөнінде комиссия құру керек па, штаб құру керек па, сол арқылы қадағалап отыру керек. Барлық жерде адамдар белсенді болу керек. Біз қазір заң өзгертіліп жатыр, шегініс жасады деп сонымен арқаны кеңге салып қайтадан жайланып отыруға жатуға хақымыз жоқ. Мына 56 зауыт Қытайдың. Келіп орнығып алғаны бар, келіп орнығатындары бар. Қазір мына Алматы облысында шу шығып жатыр, цемент зауыты салған. Тағы басқа жерлерде. Солардың бәрін қазір бақылауға алуымыз керек. Олармен келісімшарт қалай жасалған, қандай тұрғыда, бұрынғы заңда пайдаланып сатып жіберген жоқ па? Жалға берді ма? Жалға берсе қандай шартпенен беріп отыр? Сол жердегі тұрғылықты халықпен қоғамның келісімін алды ма? Алған жоқ па? Заңда көрсетілген. Егер жаңағы сол маңдағы тұрғындар келісім бермесе, ол жерге ешқандай да құрылыс салуға да, немесе өндіріс орнын кенін ашуға да болмайды. Сондай жиналыстарды бұлар сырттан өткізе салады. Не болмаса жаңағы шалдар бар, ақсақалдар бар, не болмаса басқа билікке тәуелді қоғамдық ұйымдар бар. Солардың оншақты адамды қатыстырып, мінекей қоғамдық тыңдау өтті, өстірі бүйтті, бәрі келісім берді деп қаптама жасап, өтіріктен сөйтікте жерді пайдалануға беріп жүреді. Осының бәрін қайтадан қолға алу керек. Мен бүгінгі нәрседе ұсыныс айтқым келеді, осы әр облыста сондай комиссия штаб құрылу керек. Алматы облысында сондай штаб құруымыз керек. Мен сол штабта жұмыс істеуге, осы іске араласуға ниетті.
және соған бел болып отыр. Өстіп әр облыстан жаңағы елді жер қозғалысының белсенділері атсалысу керек, сондай штаб құру керек дағы. Сол облыстың аумағындағы кез келген шет елдік, қай жерден болмасын, жерді пайдаланушылар не болмаса жерге меншік иелігін алып алған құлдар болса, соларды анықтау керек та, олар заңды жасалды ма, заңсыз жасалды ма, соны ету керек. Егер заңсыз жасалған болса, жаңағыдай қоғамның келісімі болмаса, онда сотқа беру керек. Сот әділетті шешім шығармаса, онда халықты ұйымдастырып, сол зауыттың жұмыс істеуіне жол беру керек. Жол жабу керек болады, қоршап алу керек па, митингілер өткізу керек па, аштық жариялау керек па, қандай шара болады, соларды тоқтатуымыз керек. Бізге қазір белсенділік керек. Белсенділік болғанда да нақты жұмыс істейтін қарсылық керек. Онсыз ол жай сөзбенен бұлар тоқтату ешқандай мүмкін емес. Мынау жалға алу біздің жаңағы алдағы уақыттағы конституция өзгеріс енгізу керек деп отырғанымыз, онда жер тек қана мемлекеттің меншігі болғаннан кейін қоғамның қадағалауында ол жерді пайдалануға керек. Шартты түрде қысқа мерзімдік және ұзақ мерзімдік. Ұзақ мерзімдік деген ол салған үйі, адамдардың елді мекен, әлеуметтік нысандар, тағы басқа құрылыс тұрған жер. Ол жер иесі мемлекет, бірақ құрылыс салған, соған рұқсат алған пайдаланушының, оған ешқандай шек қоймау. Үйін салды, өмір сүрді, баласына қалды, немересіне қалды, ары қарай жалғасып кетеді. Ал уақытша пайдалану 1 жылдан 30 жылға дейін бар, 1 жылдан 49 жылға дейін бар. Ол енді әртүрлі салаларға қарай, ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға, не болмаса жаңағы орман шаруашылығына қатысты болған өзен көлдерге, не болмаса кен орындарына жолдарды кәсіпорындарды салуға, соған байланысты пайдалану, уақытша пайдалану, келісімшартта нақты көрсетілуі керек. Жерді қандай жағдайда алады, қандай жағдайда өткізіп береді, тағы басқадай, күтуі, тағы басқасы. Сондықтан алдағы уақытта жасалатын заңның аты да өзгеруі керек. Ол жерді пайдалану және күту туралы Қазақстан Республикасы заңы деп аталса дұрыс болады. Жерді әрі пайдаланасың, әрі күтесің, демек оны сақтайсың. Ата-бабадан қалған мұра ретінде, кейінгі ұрпаққа қалдырылатын мұра ретінде. Түпкі жететін нысанымыз осы болу керек, осыған дейін әлі талай күрес жасауымыз керек. Мен айтарым осы жерде. Ассалаумағалейкум ағайын. Бұл жер мәселесі өздеріңіз білесіздер. 2016 жылы экономика министрі Досаевтың 1,7 миллион гектар жерді сатуға шығарамыз деп мәлімдемесінен кейін басталды. Ол Досаев деген министр сол 1,7 миллион гектарды 2003 жылғы шыққан заңға сүйене отырып, заңды түрде міне 2003 жыл қабылданған заң бар, соған байланысты біз 1,7 миллион гектарды шет ел азаматтарына сатамыз деп шыққан болатын. Осыдан кейін басталды осы жер дауы 2016 жылы. Қазақстанның ірі қалаларында Алматы, Астана, Атырау, Қызылорда, Семей, Павлодар, көптеген ірі қалаларында осы митингілер ұйымдасты. Ең ірі митинг өздеріңіз білесіздер, Атырау қаласында 24 сәуір күні болды. Бұл осы 24 сәуір қазір жер қорғау күні деп қалды. Ол жерде 2 жігіт сотталып кетті. Макс пен Талғат. Енді сол кезде өкімет биліктегілер қорыққаннан жер комиссиясын құрып жіберді. Көшеге шыққан халықтың бәріне аптығын басып, әне жер комиссиясы құрылды, үйлеріне қайтыңдар, бәрі шешіліп жатыр деп. Сол митингіге шыққандардың аптығын басу үшін құрылған жер комиссиясы, ең бірінші құрылған комиссия. Сол комиссияға мен мүше болып бардым. Ол кезде менен сұраған жоқ. Списке қосып жіберді да, айда. Ол жерде де өзіммен енді пікірімді ашық түрде айттым. Бірақ ол комиссияда соншалықты ештеңе шешкен жоқ. Барлық шешкен ұйғарымы олардың 5 жылға мораторий жариялады, болды сонымен тарады ол. Нақты шешім шыққан жоқ ол жерде. Енді 21 жыл екінші рет комиссия құрды. Ауыл шаруашылығы министрінен маған хабарласты телефонмен, барасыз ба деді, мен бармаймын дедім. Себебі жер комиссиясының заңдық ешқандай құқығы жоқ оның.
екінші комиссияға шақырды. Екінші комиссияға мен мүше болуға бас тарттым. Бұл 2016 жылы комиссия құрылған кездері жерді жекеменшікке береміз, жерді өзіміздің азаматтарға жекеменшікке береміз деген сөздер анда-санда бір естіліп қалады, бірақ ашық түрде ешкім айтпайтын, жер жекеменшікке беру керек деген сияқты. Қазіргі кезде осындай азаматтардың саны көбейіп кетті. Бұлардың жерді жекеменшікке береміз деген азаматтар балалап жатыр қазір көбейіп. Енді 5 жылдан кейін одан да көбейеді. Мына қазір мына қойшымен жаңағы шопан дедіңіз ба? Ол айтып жатыр, жерді жекеменшікке беру керек өзіміздің шаруаларға дейді. Өзімізге бердің не, оны шетелге бердің не? Қазір қаптап жүрген шетелдің азаматтары. Біздің немізді алған, азаматтығымызды алған. Қытайлардың қаншама азаматтар біздің азаматтығымызды алған. Олар бірінші кезекте талпынады олар ертең жерді алу үшін. Сондықтан жерді ешқандай да жекеменшікке беруге болмайды. Ендігі мына екінші комиссияның құрылғаны, бұлардың бітірген шаруасы. Бұлардың ең үлкен қателігі комиссия мүшелерінің орман егу мәселесін кодексті парламентке жіберіп алды. Барлығы шуал отыр. Әртістер ойындарын ойнады, рөлдерін бір-екі жерде. Олар орман егу дегенді кейбіреулері ашық түрде қолдады. Енді шет елден келіп бізге ағаш егіп, сексеуіл егіп, тағы бір ағаштарды егіп біздің жерімізді көркейтіп береді деген ол аңыз ғой шынын айтқанда. Осы уақытқа дейін арал маңы жатыр, егер шетелдің азаматтары, шетелдіктер аралға жанын ашса, мына су алып кеткен, аңызақ болып кеткен Атырау Маңғыстау облысына жанасса, неге сол аралдың маңайына екпейді осы уақытқа дейін? 30 жыл өтті ғой. Бізге бір жан ашып, аралды қалпына келтіріп бермей ма? Ондай жоқ. Сондықтан қазіргі кезде не түсініксіз мәселе, 2 рет комиссия құрды, 2 рет мораторий жариялады. Бұл бітпейтін дау болды. Бұның нүктесін тек қана халық қана қойылады. Ол қойылады, тек қана мына митингілермен халықтың жаппай көтерілісінің нәтижесінде ғана мен нүкте қойылады екен. Мен соған ғана көзім жетті. Айқайлап айт, Фейсбукқа жаз, әлеуметтік желіге жаз, олай түсіндір, депутатқа олай түсіндір, бұның бәрі болмайтын нәрсе екен. Менің көзім жеткені сол халық қана бұл даудың нүктесін қояды екен. Енді мына жерде қазіргі кезде біздерде енді мына биліктегілер айтады, осы шуылдақтар шулай береді деп. Біз шулап жүрсек те, біз бір-бірімізді мүмкін белсенділер дос емес шығармыз. Бір-бірімізді мүмкін кейбіреуіміз тіпті бір-бірімізді жек көретін де шығармыз. Бірақ біздің қалай болсақ та біздің ортақ мақсатымыз, мүддеміз бар. Қайткен күнде де мен жаман болайын, сен жаман бол, ол жақсы болсын. Барлығымыздың ортақ мүддеміз тек қана жерді біздер қорғап қалуымыз керек. Болды. Басқа ешқандай бізде мақсат мүдде жоқ. Митингіге шығамыз, басқа да қадамдарға барамыз. Сондықтан жерді қайткенде де қорғаймыз, және қорғап жүрміз, қорғай да береміз. Алдағы уақыттарда біздер басқа қадамдарға да баруымыз мүмкін. Егер тоқтатылмаса, бұдан нәтиже болмаса, жерді ешқандай жерді ешкімге де сатпау керек, шетел азаматы болсын, өзіміздің азамат болсын, сосын жекеменшікке бермеу керек ешкімге. Одан кейін арендаға тек қана өзіміздің азаматтарға беру керек деген осы бір 4-5 ауыз сөзді жер кодексіне әлі күнге дейін жазып қоюға ешқандай мүдделі емес қазіргі биліктегілер. Енді мына жерде айтайын дегенім 10 сотық жер. 10 сотық жерді халыққа бөліп беру керек. Енді биліктегілерге айтсаң айтады, ой, қазір беруін бере саламыз ғой, жер көп қой, бірақ ол жерге су жүргізу керек, электр желісін тарту керек, жол салу керек деп, оған ақша керек дейді. Оған көп ақшаның керегі жоқ. Столбы тартып, пластмассовый Қытайдың трубасымен су тарту үшін. Оған көп ақшаның қажеті жоқ. Жолды да салуға болады. Автобан болмаса да ауыл арасында шағын жолдарды, тас жолдарды, екінші категориялы, үшінші категориялы жолдарды салып беруге болады. Бұның бәрі сылтау, халыққа ештеңе бергісі келмейді бұлар. Халықтың жағдайы көтеріліп кетсе,
Оларға да қиын болып кете ма білмедім соны. 10 сотық жер қайткенде де бұны халыққа беру үшін біз соны күресуіміз керек. Ендігі мәселе мынау алдағы уақыттарда жаңағы мұны Балташ аға айтып кетті, Құсбек ағамыз айтып жатыр. Алдағы уақыттарда біз күресті біз тоқтатпаймыз. Бұл әлі шешімін тапқан жоқ. Олар жаңа мәжіліске жіберді, мәжіліс байқамай өтіп кетті дейді, ана орман егу туралы комиссиядағылар айтады. Қалай байқамай қаласың сендер? Неменеге комиссияда отырсыңдар ол жерде? Байқамай мәжіліске орман егу, Қытайға орман егу қабылдатып жіберетін заң өткізіп жіберсең. Отырдыңдар ғой сол жерде. Ана жігіттерге айтайын енді. Айтсаң ренжиді. Мені айта бересің, маған тиісе бересің дейді біреулер ішінде. Ішінде отырсың ғой сен тиіспей не істеймін саған. Ары қарай сосын парламент неге кетіп қалды ол жер кеше Құдай сақтап Сенатқа. Сенат қайтарып жіберді. Мәжіліс оны қабылдамайтын болды. Бәрібір айналып келгенде жер дауына нүкте әлі қойылған жоқ. Сондықтан біз күресті тоқтатпаймыз. Ел қозғалысы Балташ аға ары қарай жұмысын істей береді деп ойлаймыз. Желтоқсандықтар оған қолдау білдіреміз, әрқашанда білдіріп те жүрміз, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан біз күресімізді тоқтатпаймыз. Мен осыны айтқым келіп отыр. Дұрыс. Әкемнің бір-екіне қосып, жерді сатудан мемлекет пайда табатын сияқты айтады. Ұлттық қорға саламыз, ұлттық қорды молайтып отыру керек дейді. Ұлттық қорға мұнайдан түскен ақшалар не болып жатыр? Білесіздер ғой? Талан-тараж, ұлттық қордың өзінің түбі көрінген жоқ болды. Ал енді жерден сатқаннан қанша ақша түседі екен? Ол жерді аукционға шығарып, бағасын көбейтіп сататын болса, оны кімдер алады? Жерді игеретін алдағы отырған ағайындарымыз алмайды. Оны тағы да басқалар алады. Қазір банкіде кепілдікте жатқан не банк пайдаланбай, не болмаса бұрын иесі пайдаланбай жатқан жерлер, тозып жатқан жерлер, босқа жатқан жерлер. Өлі капитал, ешқандай айналымда жоқ. Оны енді қайтадан алып екінші біреуге тағы сата ма? Мүмкін емес нәрсе. Мен осы жақында Райымбек ауданында болдым. Сонда шаруалармен, ауылдағы ағайындармен сөйлестім. Осы қалай ойлайсыздар? Осы жекеменшік жеріміз бар ма десем, жекеменшік жері бар адамдар шықты, екі адам. Қалай енді осыдан ертең мына жер меншікке біз қарсымыз, мемлекеттің меншігіне өтсе, қалай қарайсыз? Дұрыс деп отыр. Жаңағы түсінген адамдар дұрыс. Ол біз өзіміз жеріміз бар деп меншікті жақтап шықсақ, жұрттың бәрі сөйтетін болса, ол дұрыс саясат болмады ма? Ертең жерден айырылып қалатын болса, соған себепкер болса, абыройымызды қайда жібереміз? Аламыз десе біз қарсы емеспіз дейді. Одан гөрі субсидия берсін, одан гөрі салықтарды жеңілдетсін, жұмыс істеуге мүмкіндік берсін деп отыр. Жерді пайдаланатын, жұмыс істейтін адамдарға бұл жердің бәрін жаңағыдай заң өзгертсе, жеке меншікті жойып. Онда жердің бәрі қайтадан мемлекетке қайтарып алу керек. Жер иесі қандай бағамен сатып алды, сол бағамен. Содан сол жерге қанша шығын шығарды, суландыру жүйесін жасады ма, басқа жасады ма, тыңай. Соған шыққан шығынды, одан алған өнімнің айырмашылығын келтіріп, қосымшасын төлеп беру керек мемлекет қайтарып алу керек. Жаңағы 10 сотық жерді неге алмай отыр? Өйткені мегаполистерде кез келген облыс орталықтарындағы жерлердің бәрі жаңағыдай жекеменшікке кетіп қалған. Жекеменшігін ала алмайды. Әкімдер айтады, ол жекеменшігі біз оны ала алмаймыз дейді. Сондықтан жекеменшік жоқ, мемлекеттің меншігіне алса қайтадан, сол жерлерді қайтадан соған әлеуметтік мақсатта тұрғын үй салуға пайдалануға беруге болады. Содан ол жерді алып өріске мал шығармай отырған ауылдағы адамдарға беруге болады. Жайылымдыққа не болмаса шабындыққа. Сондықтан жерді қайтарып алу мәселесін мемлекеттік меншігіне қазірден қозғай беру керек. Сондай саясат ұстанып халық соны көлденең тартатын болса, сонда ана жерді алып сатқыштарда айырым жиятын болады. Бұл жерден ертең айырылып қаламыз, сата алмаймыз, ондай тірлікті қояйық. Жерге шын мәніндегі жанашырлық болады. Ол қашан әділетті заң болады, әділетті бөліс болады, әділетті басқару болады. Қазақстанның дәл бүгінгі жағдайында таяудағы 10 жылдардың ішінде, 20 жылдардың ішінде ондай бола қоймайды. Сондықтан жер мәселесін біз күн тәртібінде тұрған бірінші мәселе ретінде көтеруіміз керек. Сосын ұлттық қорға жаңағы сату, жерді
жалғанып отырған адамдар бөліп кезең-кезеңмен сатып алады дейді. 10 жылдың ішінде ме, 15 жылдың ішінде ме? Демек, жерді сатқаннан ұлттық қорға түсетін қомақты қаражат болады деген ойымыз болсын. Одан кейін ұлттық қордағы бар ақша дұрыс пайдалансын. Ұрылардан, жемқорлардан, не болмаса банкротқа ұшырайтын банкілерді қолдауға соларды сақтап қалуымыз. Қосатындарың бар ма? Қатынасып отқан азаматтар. Мынау жаңағы сіздердің сөздерге қосыламын бәріне. Жер шетелдегі сатып жалға беру, мынау біздің қазақстандықтарға да меншігіне беру қаралмау керек. Онда күн тәртібі вообще болмау керек нәрсе ол. Қазақ үшін. Күн тәртібінен алып тастау керек. Алып тастау керек. Вообще дұрыс. Мынау біздің жеріміздің астында үстінде сатып кетті ғой. Енді мынау қазақтар байтақ жерін мақтанып жүрміз ғой біз. Жеріміз көп жер. Бұны сатып жіберсе қазақ болмай қалады. Одан кейін мынау жалға беру ғой сөзім қазақстандықтарға. Қазақстандық азаматтар кем деген 15 жыл Қазақстан тұру керек деп есептеймін. Қазақстан азаматы болу керек олар. Әйтпесе мынау Қытайлар келеді да 1-2 жылдан кейін азаматтығын алып жерді алады, 5-6 жыл пайдаланып, сөйтіп кетеді, батынарын суырып алады. Одан кейін мынау бұл да көп болса максимум 15 жылға беру керек болды жалға өзімізден келген. Ол не ексең де ол жерде ол соншалық сол жылдың ішінде нәтиже шығады. Жақсы бола ма, жаман бола ма? Жаман болса қайтадан өкіметке өткізу керек. Халық меншігі ғой. Ал мынау жалға алған қазақтарда подставный фирмаларымыз бар, жаңағы бақсы шетелдің азаматтары бар. Олардан жаңағы плюс патриотші етіп алып алуы мүмкін. Оны да запрет жасау керек вообще. Ол да болмайды бізге, келмейді. Онан кейін мынау жер мәселесіне келгенде мынау банкке өтіп кеткен жерлер бар ғой кетілген. Олардың мәселесіне болады. Оларды қайтару керек қой. Онан кейін мынау қазір көріп отырмын, бүгін вообще адамдарымыз аз. Мынау басқасы жер мәселесіне келгенде бөлініп жарудың қажеті жоқ қой. Бүгін қазаққа тиесілі нәрсе ғой, бәрімізге де. Осы мынау жақсы үгіт насихат жүрмей жатыр ма? Хабарландыру жақсы емес па? Мен түсінбеймін осыны. Ел мен жерге келгенде мен өзім бірінші шапқылай беремін. Дұрыс. Солай болу керек. Болады да солай. Негізі сен басқаша жол жоқ жерді қорғау. Бұл қазақтың басын біріктіретін идея мен осы жер мәселесі деп ойлаймын өзім. Бұл дұрыс ол. Одан кейін жаңағы мынау біз өткенде ана комиссияға біздің ел мен жерге бір адам кіре алмай қалды. Шырылдадық, мыналардың бәрін ауыстыру керек. Ол керегі де жоқ. Керегі жоқ. Иә, не шешті олар? Не шешті? Шешкен жоқ. Жаман атақты жинамалды. Бірақ жаман атақ оларға жаман емес. Неге десең, ол миллиондаған жерді алып алды. Жоқ, біздің адамдар кіретін болса, мен жерде аналардың несін ашкерелейтін еді бәрін. Біз осылай да ашкерелейміз. Әлеуметтік желіде бізге тоқтау ешкім сала алмайды. Сондықтан халық бүгінгі күні мына мемлекеттің телевидениесін қарамайды, әлеуметтік желіде отырады. Байқасын, оянып жатыр халық, оянады да қарған қарай. Оған толық сенемін. Сол жерде болған анау қойшымыз атақты Алмасбек Садырбаев сүйінші сұрап жүреді. Ол сатылды, жақсы болды деп. Оның енді, ол баланың енді келешегі жоқ қазақ халқының арасында. Неге десең, ертең оны қарабет қылып бетіне түкіреді. Сондықтан тезірек ол жоғалып кету керек. Қарабет болды, иә. Енді мынау халық қайтармен осы идея жер үшін халық бірігу керек бөлінбестен. Митинг болсын, мен осындай наразылық акциялар болсын. Және біз өзіміз осындай белсенділер. Бұдан да белсендірек болуымыз керек деп есептеймін. Болды ма? Иә. Жақсы, дәуім. Береке айтасыз. Мына ақсақал айтамын. Сөйлеген жігіттердің барлығына баршына қосыламыз. Жер шетелге, оның ішінде ең бірінші Қытайға, Өзбекстан, Ресей ешкімге сатылуы мүмкін емес ол. Жалға да беру, сатылу деген сөз болмау керек. Егер жерді уақытша беретін болса, ең қиналып жүрген халық қазақ халқы қазаққа ғана береді. Менің өз ойым. Дұрыс.
Ал енді жаңа сіздің айтқандарыңыздың барлығын біз қосыламыз. Бұл мәселе қайдан шығып жатыр? Осы басынан бастайықшы. Бір Назарбаев деген адам бар. 89 жылдан бастап осыданға дейін осы Қазақстанды жекеменшік алып алды. Ол келді, мақтанады, анау істедім, мынау істедім, барлық фабрикаларды жапты, промышленный предприятие жоқ, сельскохозяйство деген жоқ, бәрін құртты. Ол неге олай істейді? Мен сіздерге айтайын, сіздер білмейтін шығарсыздар. Оның інісі болған, сатып алды деген. Сонда 80 жыл маған мынандай екеуі бір конторда істедім, мынандай әңгіме айтты. Мен айтамын, ой, 40 жаста қандай жас жігіт, секретарь ЦК Компартии Казахстана дегенде, да, он мой брат дейді ғой. Но он у меня брат не однокровный, не единокровный, одноутробный деп сөйтіп айтты. Мысалы, бұл Назарбаевқа қатысы жоқ адам, анау Әбішке. Менің ойым жол солай ол. Сондықтан да бұл кісі кетпей, біз барлығымыз заложники, барлығымыз парламент түк істемейді, сенатта істемейді, Қасым-Жомарт Тоқаев қазір жұмыс істеткізбейді. Бұл қазақ халқына келгеннен бастап ол қарсы адам. Бұл кеткенше айтқан ғой, менің туыстарымды қазақтар құртты. Мен білмеймін кім екенін. Ана Қабанбай батыр, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапыраш Наурызбайлар, басқа қазақтар құртты, мен моих прощу. Мен осы тұрған қазақтың барын құртамын. Бұл бізге қарсы жасайтын адам. Сонда бұл кетпей нәрсе болмайды. Біздің мәселе бұлай болды. Қазір барлық халық мұны кетсін деп айтуымыз керек. Мен өзім бірінші айтқаным кетсін. Маған бәрібір, мен 77 жастамын. Бүгін атты саса да, қазір мен через минуту, через час маған разница жоқ. Сондықтан мен қарсымын категорически. Бұл кетсе, барлық вопрос, барлық мәселе барлық шешіледі. Оң шешіледі және де. Тағда айта кететін бір жайт бар. Мен бірінші қазақпын, 1990 жылдан бастап международной перевозкінің генеральный секретарь болған. Осының системасы, кімнің Назарбаевтың системасы, қазақтың жігіттері, қазақ халқының адамдары еш уақытта, ешбір жерде, дұрыс жерде қызмет жасатпау керек. Тартып алу керек. Мысалы, мына көк базарда жігіт болды. Сонда өлтіріп жіберді. Біз балығымызды атып, асып, бәрімізді құртып. Сондықтан да соны тартып алғаннан кейін, мен анау кімнің марқұм сатып алдының келіншегі хозяйкасына, ол кісі әлтірі Светланаға айтып, осы жағдайды айттым мен. Осылай менің бостығымыз тартып алды. Соттайын демеді, 14 сен разница шықты бәріне. Мен соттай алмады олар, түрмеге отырғызуға. Деп, соңын ол кісі айтты, мен Қайратқа айтайын, ағаға барып айтсын. Аға, Қайрат ол кезде жас қой, 2000 жылдары. Сонда Қайрат барғанда айтыпты, еш уақытта бір қазаққа жақсылық жасамаңдар. Егер сенде қазаққа жақсылық жасайтын болса, мен сендер көрсетемін деп. Бұл кісі, бұл адам қазаққа қарсы сөйлейтін, қазақты құртайын деп, құрт жоқ, құртты бітірді. Қазір біздің қазақта ешнәрсе жоқ қазір. Соның басқа халықтардың алдында біздер жамандайды. Мен келгеннен мемлекет болмаған, мен келгеннен ешнәрсе болмаған, мен қатыратын, мен балым қатыратын. Шекара болмаған. Осының барлығын айтайын деген ғой, ең бірінші халықтан сұрайтыным. Назарбаев кетпей, қазақ халқында жақсылық жоқ. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен ел мен жер қозғалысының белсендісі, желтоқсаншы Құдайшылар болады деген азамат боламын. Қазақта ең бірінші жер дауы, жесір дауы деген болған. Енді жер үшін, жесір үшін қазақ жан беріп жан алды, кеш ата бабаларымыз.
Енді қазіргі таңда көріп отырмыз, мынау көрші елдеріміз кеше өзбек, тәжік пенен қырғызды суға таласып қырғыз. Одан кейін Қарабақты көріп отырмыз. Армения мен Азербайжан ата жау болып отыр. Мына Палестинаны көріп отырмыз. Өзінің жерін жалға беріп, өз отанынан айырылып отыр қазіргі таңда. Неге біз мына парламент, сенат, ел басындағы азаматтар, жаңағы комиссиядағылар неге осында нәтиже шығармайды? Сонда олар қалай қарап отыр? Кімнің сойылын соғып отыр? Бұл жер мәселесі мен айналып өткен жоқ. Мен Мырзашөлдің тумасымын. Мырзашөл ықылым заманынан қазақтың жері болып келді. Кеше мына қазақты айтып отыр ғой, біздің биліктің бәрі айтады, қазақ жалқау, Бауыржан Момышұлы ағамыз айтты. Қазақ жалқау болса, ұлан-ғайыр жерді егелемес еді. Мал бағып, құрт, ірімшік істемес еді. Деген сияқты әңгімелерді айтты. Енді мен соған қоса кетейін. Мырзашөлдің қауылы болды 1 метрлік. Соны менің бабаларым шығарған. Оны бізге өзбек немесе тәжік сыйға тартқан жоқ қой. Енді жаңа Мырзашөлге келетін болсақ, мысал ретінде мына біздің сенаттағы, парламенттегі, жаңағы комиссиядағы ел басқарып отқан Тоқаев, жаңағы қауіпсіздік комитеті төрағасы Назарбаевтың құлағына естісін, оң құлағымен, сол құлағымен естісін. Өйткені бұл 500 жылдан аса менің бабаларым сөйлеп билеп төстеді. Қазіргі таңда кеше егемендік алған кезде 2001 жылы осы жер мәселесі бөлінетін кезде шекара 1.200.000 гектар жерді өзбек ағайынға беріп кеттік. Мырзашөлдің жері. Мырзашөл деген кім болды? Мырза деген меценат, бай, батыр азамат болды қазақтың. Сол кісінің атындағы жер ол жер. Ол баласынан